Assalamu alaikum көрермендер. Бүгін мен сіздерге еденге қалай қыштақта, яғни кафелді қалай төсеу керек, соны көрсететін болам. Ең алдыменен еденіміздегі артық бетондарды, қалдықтарды алып тастаймыз. Мұнда перфоратордың көмегіменен. Одан кейін еденімізді жақсылап сыпырып шығамыз, тазалап, мындай қоқыстарын тазалап, барлығы жерін. Одан кейін жіп тартып, мындай еденіміздің диагоналын шығарып аламыз, барлығы жерін. Метрменен өлшеп, биік төмен жерлерін белгілеп, осылай жіп тартып шығамыз. Ең алдымен бізге жұмыс бастау үшін мынандай уровень керек. Одан кейін бізге мындай қарындаш керек, метр керек. Одан кейін бізге мындай бұрыш линейкасы керек. Сосын мындай балға керек, резина балға. Сосын мындай материал, қосу ұқсайтын материал осындай қажет, кафелдің арасын біріктіру үшін. Одан кейін бізге мынандай бұрғы, басында миксері бар. Кейін бізге мынандай болгарка керек, тас кесетін дискісіменен. Сосын мындай қыштақта еденге төсейтін. Енді қыштақтаны төсейтін мындай арнайы желімі бар. Клей. Осыны пайдаланатын боламыз. Алдыменен еденімізді осылай метрменен есептеп аламыз. Кафелді қалай төсеу керек, соның барлығын белгілеп аламыз, осылай метрменен өлшеп. Кафел төсейтін жерімізді су сеуіп, ылғалдап аламыз. Әр шаңын басып, сулап ылғалдап алсақ, кафеліміз жақсы жабысатын болады. Енді арнайы ондай кафелдің желімін клейін жақсылап араластырамыз, дайындап аламыз. Одан кейін кафелді осылай су құйып ылғалдап аламыз. Өйткені кафеліміз еденге жағылған клейге жақсы жабысу үшін. Ал енді бірінші кафелімізді жақсылап қойып аламыз. Уровеньге, ол үшін астына желімді барлық жеріне бірдей қылып жағамыз. Араларын кішкене тарап ашып шығамыз осылай. Өйткені уровеньге қойғанда кафелді тегіс отыру үшін. Мінеки кафелімізді қойып алдық. Енді осы қойған кафелімізді
urovingga qo'yib olamiz. Osla iki жақты urovingga tegis qo'yib olsak, birinchi kafilimiz. Odan keyingi kafildir oңay ketedi. Birinchi kafilimizni qo'yib oldik. Endi ikinci kafilimizni dal solay töseyimiz. İkinci kafilimizin de jelimde dal solay kılıp salıp çıkamız. Onun arasına kichkina osunda alıp açık kaldıramız. Kafilдің артына қарап алу керек, өйткені бір келке төселу керек кафил деген. Осылай қылып уровень қойып, bir tegis qilib kafilimizni osılay töseyimiz. Endi kafilimizni qo'yib olgandan keyin bunday arasına bunday qo'su сияқты materialda, ya'ni krestikler osılay qo'yib chiqamiz. Kafil kichkina arası ochiq bo'lishi uchun. Osılay qilib her kafilдің arasına krestiklerді osılay koyamız. Endi ikinci qatarda da dal solay qilib birinchi kafilni qalay tösegen bo'lsak, onu da solay tösep chiqamiz. Aslında jelimde bir kelke qilib solib
birinci kafeldin urovini menen tuura sonday kılıp ikinci katarda solay koyup çıgamız. Müneki kafelimizde yani kıştaktana tesip bolduk. Bir gün boyu turdu. Endi osu kıştaktanın arasın arnayı untağımın yani zatirkemin bekitip çıgatın bolamız. Evet, endi kafelimizin arasına şoflarından bunday untağımızı jağıp çıgamız. Zatirka oluşumuzga şpatel bunday ыдыс керек. Ana untağımızı zatirka dayandırabız. Rastığımız dayında var. Endi lerjen aralarını bekitip çıgamız. Kafeldin arasına su girmek üçün. Bunday kokustan tazalap alamız aldım. Endi dayındalgan rastığımızda çıgamız arasına. Kıştaktan yani kafeldin aralarına osla bekitip çıgamız. Jağıp barlyk жерine osunday kılıp jağıp çıgamız.
Мінеке құрметті көрермендер, кафелдің барлық жеріне затиркамызды жауып шықтық. Барлық жерін бекітіп шықтық.